Қорқынышты және шок фактер. Бірінші, бұл жерде өмір сүруге болмайды. Бірақ адамдар мұнда тұрады. Жер бетінде адамдарға қолайсыз өмір сүру өте қиын аймақтар бар. Соның бірі Оймякон, Ресей. Бұл жер әлемдегі ең суық қоныстанған мекен болып саналады. Қыс мезгілінде температура 70 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Бірақ осыған қарамастан адамдар ол жерде өмір сүріп жатыр. Тағы бір ерекше орын Данакил шөлі, Эфиопия. Мұнда жер бетіндегі ең ыстық температуралар тіркелген, 50 градусқа дейін жетеді, ал кейбір аймақтарда қышқылды көлдер бар. Ғалымдар мұндай экстремалды жағдайлар басқа ғаламшарларда тіршілік бар ма деген сұраққа жауап іздеуге көмектеседі деп санайды. Екінші, жер бетінен жоғалып кеткен адамдар. Ешкім түсіндіріп бере алмайды. Тарихта із-түссіз жоғалған адамдардың құпиялары өте көп. Соның бірі Мэри Селесте кемесі. 18 ғасырда Атлант мұхитында табылған бұл кеме ешбір экипаж мүшесінсіз, иесіз күйде жүрген. Барлық құжаттар, құнды заттар орында болған, бірақ адамдардың қайда кеткені белгісіз. Болжамдардың бірі экипаж газ жарылысынан қорқып, кемеден түсіп кеткен. Мұндай жұмбақтар тарихта көп кездеседі, және әлі күнге дейін шешімін таппаған. Үшінші, ғалымдар адам денесіндегі құпияны ашты. Бұны барлығы жасырып келген. Жақында жүргізілген зерттеулер адамның ішек флорасының біздің психологиямызға әсер ететінін көрсетті. Микробиом деп аталатын бактериялар біздің көңіл күйімізге, стресс деңгейімізге және тіпті ойлау қабілетімізге ықпал етеді. Бұл дегеніміз, біздің ағзамыздағы бактериялар біздің кім екенімізді қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Дәрігерлер дұрыс тамақтанудың тек физикалық денсаулыққа ғана емес, психикалық жағдайға да әсер ететінін енді ғана толық түсініп келеді. Төртінші, бұл факт сенің өміріңді толық өзгертеді. Адам миы пластикалық қасиетке ие, яғни ол үнемі өзгеріп дамып отырады. Егер сен жаңа нәрселер үйренсең, миыңдағы нейрондық байланыстар күшейеді. Бұл ғылымда нейропластика деп аталады. Сондықтан өзіңді дамытып отырсаң, ойлау қабілетің де жақсара түседі. Бесінші, дәрігерлер тыйым салған 5 ас. Бірақ барлығы жеп жүр. Кейбір тағамдар денсаулыққа қауіпті екенін біле тұра, біз оларды тұтынуды тоқтатпаймыз. Солардың ішінде газдалған сусындар, құрамындағы қант мөлшері өте жоғары, ол семіздік пен қант диабетін тудырады. Фастфуд, трансмайлар жүрекке зиян. Қызыл еттің шамадан тыс мөлшері асқазан ауруларын туғызады. Маргарин және гидрогенделген майлар тамыр бітелуіне әкелуі мүмкін. Жасанды тәттілендіргіштер, олар ми жұмысына кері әсер етуі мүмкін. Тарих пен жұмбақтар. Алтыншы, бұл зат неге бар екенін әлі ешкім білмейді. Тарихта ғалымдар мен археологтарды таңғалдырған көптеген жұмбақ заттар бар. Соның бірі антикитер механизмі. Бұл құрылғы 2000 жыл бұрын жасалған, бірақ оның күрделі механизмі ғасырдағы сағат тетіктеріне ұқсайды. Бұл заттың нақты мақсаты әлі белгісіз. Жетінші, өткен ғасырда болжанған 5 құпия. Бәрі орындалып жатыр. Ғалымдар мен футурологтар бір ғасыр бұрын бүгінгі технологияларды болжаған. Мысалы, жасанды интеллект, оны жазушылар мен ғалымдар бұрыннан болжап келген. Ғарышты игеру, Жюль Верн өзінің шығармаларында ғарышқа ұшу туралы айтқан. Сымсыз интернет Никола Тесла радиотолқындар арқылы ақпарат жеткізуге болатынын болжаған. Генетикалық инженерия, бұл қазір мүмкін болып отыр. Автономды көліктер, бұрын тек қиял болған нәрсе, қазір шындыққа айналды. Сегізінші, адамдардың 90% бұл фактіні білмейді. Сен білесің бе? Адам денесіндегі дыңқының 98% ұзақ уақыт бойы пайдасыз деп саналды. Бірақ ғалымдар оның жасушалардағы маңызды процестерді реттейтінін енді ғана анықтауда. Тоғызыншы, бұл қаланың картасы жоқ. Бірақ ол бар. Неге? Әлемде құпия қалалар бар, олардың бірі зона 51, ақш. Ол карталарда белгіленбеген, бірақ онда құпия зерттеулер жүріп жатқаны белгілі. 10-шы, ең бай 5 адамның сыры. Олар неге өзгермейді? Бай адамдардың табысты болу құпиялары. Дұрыс ойлау, олар әрқашан алға ұмтылады. Қаржы сауаттылығы, ақшаны дұрыс басқару біледі. Күнделікті тәртіп, уақытын тиімді пайдаланады. Көп оқу, білімін үнемі жетілдіреді.
Жоспарлау болашағын нақты жоспарлайды. Ғарыш пен ғылым. 11. NASA жасырып келген. Бұл планета өте қауіпті. Кейбір ғалымдар Нибиру деп аталатын гипотетикалық планетаның бар екенін айтады. Ол жерге жақындаса, үлкен гравитациялық өзгерістер болуы мүмкін. Бірақ NASA бұл теорияны ресми түрде жоққа шығарды. 12. Жұлдыздардың шындығында қандай иісі бар? Ғалымдар ғарыштан алынған молекулаларды зерттеп, жұлдыздардың иісі жанып жатқан металл, күкірт және ром иісіне ұқсас екенін анықтаған. 13. Айдың арғы бетінде не бар? NASA-ның жауабын білесің бе? Айдың арғы беті жерден көрінбейді. Ғарышкерлер оны суретке түсірген, бірақ кейбір конспирологтар онда жасырын базалар бар деп сенеді. 14. Жаңа ғаламшар табылды. Онда адам өмір сүре ала ма? Ғалымдар экзопланеталарды зерттеп, олардың кейбіреуі тіршілікке қолайлы болуы мүмкін екенін анықтауда. 15. Бізден 1000 жыл алда тұрған өркениет бар ма? Кейбір теориялар бойынша дамыған өркениеттер бізді бақылап отыруы мүмкін. Қызықты рекордтар мен бай адамдар. 16. Адам миының 90% неге қолданылмайды? Көптеген адамдар мидың тек 10%-ын ғана қолданамыз деп ойлайды, бірақ бұл миф. Ғалымдар мидың барлық бөліктері белгілі бір уақытта жұмыс істейтінін дәлелдеді. Бірақ кейбір аймақтар белгілі бір сәттерде ғана белсенді болады. Бұл мидың үнемді жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. 17. Сенің денеңде 37 градус болуы керек емес. Шындығында, адам денесінің қалыпты температурасы 36,6 градус деп саналады. Бірақ соңғы зерттеулер көрсеткендей, қазіргі адамдардың дене температурасы сәл төмен 36,3 градус. Ғалымдар мұны қазіргі заманғы өмір салты мен аурулардың азаюымен байланыстырады. 18. Мидың 10%-ын қолданамыз деген өтірік. Нақты қанша? Мидың барлық бөліктері белгілі бір деңгейде жұмыс істейді. Тіпті қарапайым ойлау немесе қозғалыс кезінде мидың 89-дан 100%-ға дейінгі бөлігі белсенді болады. Сондықтан миымыздың 10%-ын ғана қолданамыз деген пікір қате. 19. Бір тамшы су сенің өміріңді 10 жылға ұзарталады. Адам ағзасы 70% судан тұрады, ал дұрыс ылғалдандыру өмір сүру ұзақтығын арттыра алады. Ғалымдар күнделікті жеткілікті мөлшерде су ішетін адамдардың ағзасы баяу қартаятынын анықтаған. Себебі су метаболизмді жақсартады, жасушалардың жаңаруына көмектеседі және токсиндерді шығарады. 20. Сенің көзіңде шын мәнінде не бар? Адам көзі тек жарықты қабылдап, оны миға жіберетін құрал ғана емес. Жақында ғалымдар көздің артқы қабатында 200 миллионнан астам жарық сезгіш жасушалар бар екенін анықтады. Бұл біздің түстерді көруімізге және айналадағы әлемді анық тануымызға көмектеседі. Ғылым мен байлықтың құпиялары. 21. Әлемдегі ең қымбат зат 500 триллион доллар. Ол не? Әлемдегі ең қымбат зат антивещество, антизат. Оның 1 граммы 625 триллион доллар тұрады. Себебі оны жасау өте қиын және оны сақтау үшін арнайы технологиялар қажет. 22. Әлемдегі ең ұзақ өмір сүрген адамның құпиясы. Жанна Кальман есімді француз әйелі 122 жыл өмір сүрді. Ол күн сайын зәйтүн майын тұтынған, стресс болмаған және әрдайым позитивті ойлаған. 23. Бұл бизнес бір күнде 10 миллиард табады. Қалай? Amazon, Apple сияқты ірі компаниялар күн сайын 10 миллиард доллардан астам табыс табады. Бұл олардың дұрыс стратегиясы мен инновациялық технологияларды қолдануының нәтижесі. 24. Бай адамдар сен білмейтін 5 құпияны пайдаланады. 1. Ерте тұру. Табысты адамдардың 90%-ға жуығы таңғы 6-ға дейін оянады. 2. Кітап оқу. Олардың көпшілігі күн сайын кем дегенде 30 минут кітап оқиды. 3. Спортпен айналысу физикалық белсенділік ойлау қабілетін жақсартады. 4. Ақшаны дұрыс басқару, қаржылық сауаттылық табысты көбейтеді. 5. Үнемі жаңа нәрсе үйрену, олар жаңа дағдыларды игеруге көп уақыт бөледі. 25. Сенің телефоныңда 1 миллион тұратын құпия бар. Неге? Кейбір телефон модельдері коллекциялық құндылыққа ие болғандықтан 1 миллион доллар тұруы мүмкін.
Мысалы, алтын және бриллиантпен көмкерілген iPhone модельдері өте қымбат. Сонымен қатар, телефондағы кейбір блокчейн әдістерімен қорғалған криптовалюталар да осындай бағаға жетуі мүмкін.